Voleybol adamların akılın жақсы жасайды. Kışın voleybolda adamın uzun boyu керек. Uzun boylu bolluğu tiyindirek. Ya tiyindirek. Mağul. Gelesi. Bu hokey bir sportun türü. Hokeyde adamlar hokey kısa ötedi. Hokeyde adamlar birbirinden sayıs vardı. Onlar Жалпы хоккей қыста ойналатын спорттың түрі. bu voleybol, bu sportun bir türü voleybol. Voleybolda adamlar sekіреді, жүгіреді, bir-biriмен sayысады. Ал саған ұнайды ма волейбол? Иә, ұнайды. Қазақ күресі. Ол жаңа Қазақша күрес, иә? Қазақша күрес. Ол жаңа спорттардың түрі. Ол Қазақстанда ең Ұлттық спортымыздың түрі, иә? Бұл спорттың аты ауыр атлетика. Sürekli біздің спортшымыз Илья Ильин көрсетіп тұр. Илья Ильин Олимпиада жүлдегері. Бұл суретте жеңіл атлетика көріп тұрмыз. Біздің жеңіл атлетикадан қатысушы Олимпиада жеңімпазымыз Ольга Рыпакова. Ол Лондонда 2012 жылы екі қола жүлдегермен болған. Бұл футбол спорттың бір түрі. Футбол сөзі ағылшыннан шықты. Ол аяқ доп. Аяқ және доп дегендер болды. Менің ұлдақыма қаласа ауыр атлетика бейнеленген. Мен ауыр атлетика Илья Ильинді білемін. Илья Ильин өте танымал адам. Оны бүгін Қазақстанда. Бұл суретте жеңіл атлетика бар.
жеңіл атлетиканың денсаулыққа зияны жоқ. Жеңіл атлетикада адамдар бір-бірімен жарысады. Біздің жеңіл атлетика Чемпиондарымыз бар? чемпионымыз сол Ольга Рыбакова. Сондай ма? Жүгіруден сол ма? Ол ұзындыққа шығып. Ұзындыққа секіреді. Кеттік аға, келесің ма? Бұл ұлттық тоғызқұмалақ бір ұлттық қазақ ұлттық ойындары бірі. Бұл өте ақылға пайдалы және өте логикалық ойын. Ал тоғызқұмалақ қалай ойнағаны туралы бар ма мәлімет? Немен өзіңнен тоғызқұмалақты алып, қарсыласының жеңбе? Ал менің қолымда жүзу спорт түрі. Жүзу ол да спорттық ойындарға ұқсайды. Жатады. Жүзуді жақсы ойнау үшін көп еңбектену керек. Жүзуге бара беретін болса, сенің тынысың ашылады. Сосын жүзуде өте шымыр, епті боласың. Баскетбол ертелі қажет ететін спорттың түрі. Ойында 5 адамнан тұратын 2 команда қатысады. Ойынның мақсаты допты алу, қазинасына түсіріп, ұнайды жинау. Ұпайды жинау. Сірте хоккей спорты дейін адамдар ағашпен шайбаны ойналады, шайбамен ойналады. Рахмет. Ал енді балалар, бұлардың барлығы бізде кешегі өткен сендердің спорт түрлеріне байланысты сұрақтар болған болады. Себептері, енді балалар шынымен сұрақ қандай сендер мектептерінде осы спорттың қай түрі дамыған, немесе сендер қайсына қатысасыңдар? Қайда? тоғызқұмалақ. Күрес бар, карате бар, футбол бар, волейбол бар, баскетбол бар. Рахмет. Олай болса енді қазір қолдарында екінші шарттар бар, сол жақта сендерде түстер бар, сол бойынша екіге отырғандар, 2 топқа түстер бойынша. Анда қиматыңыздар түстер бойынша 2 топқа бөлінеміз. Рахмет балалар. Енді тақтаға назар аударсыңдар. Назар аударайық. Тақтада не көріп тұрсыңдар? Бұл спорт туралы, жаттығулар туралы. Не көріп тұрсыңдар? Қабек мұрашаға? бұлар біреусі зиян, біреусі пайдалы заттар. Бұл жерде адам компьютер басында отырады. Егер сен 60-70 сантиметр компьютерден ұзақ отырмастан, сенің көздерің ауырады. Бірақ ол компьютерде дұрыс отыр, иә? Дұрыс отыр. Тағы да не көріп тұрсыңдар? Мен екінші суретте жақсы демалуды көрдім. Оның қандай әсері бар? Дұрыс демалсаң, бір түн ұйықтамай жатсаң, көзің ауырып, энергияң болмайды, иә? Айта ғой, қарман Дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану. Ол керек пе бізге? Ал енді тағы не көріп тұрсыңдар? Егер адамдар жаттығу жасайтын болса, олардың денелері мықты болып, олар ешқашан ауырмайды. Енді осыны қарап тұрып, қандай сөзбен қорытар едім, не ретінде? Денсаулық дейсіздер ма? Ал егер денсаулық деп айтсаңдар, мына суретті қалай байланыстырасыңдар? Бұл не? Не бұл? Бұл байлық. Ең бірінші байлық ол денсаулық. Айта қоярман, сонымен бұл не екен? Бұл ақша. Ақша. Ал бағана денсаулықпен қалай байланыстырады? Бұл денсаулық біздің байлығымыз. Ақшаны бір жағынан біз байлық етеміз, иә? Бірақ бұл денсаулық тек қана ақша ғана емес, бұл байлық ретінде көреміз дағы.
Сонда бізде бүгінгі тақырыбымыз қандай болады екен? Бірінші байлық, денсаулық екен. Отыра қойыңдар. Дені сау болса өте бай адамсыз. Біз балалар өте бай адамбыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз бірінші байлық, денсаулық. Күнді жаза қойдық дәптерге. Мен сағатты жаза қойдық. Күніміз бала сағатта не істейміз? Мынауға мәтіндер, негізгі қосымша ақпараттарды анықтаймыз. Содан кейін тақырып бойынша үйренген сөздерімізді қолдануымыз керексіңдер. Мәтіндегі көтерілген мәліметті, көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстырулары керек. Бүгін бізде осы әрекеттерді жүзеге асырамыз. Жазамын да. Бірінші байлық, денсаулық. Бүгін сабағымызда болатын мәтін сіздерге қарап берейін. Немесе кітаптарда да бар. денсаулық адамның өміріндегі өмірдің байлығы. Денсаулықтың арқасында адамның өміріндегі жетістіктері және бақытты өмір сүреді. Денсаулықты сақтау, оны нығайту әрбір адамның өзіне ғана байланысты. Дені сау болуы үшін дұрыс тамақтануға, уақытында киім алуға, спортпен айналысуға көп көңіл бөлу қажет. Адамның денсаулығы қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл-күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз дені саудың жаны сау деп орынды айтқан. Денсаулық бұл адамның ерекше белсенді болуы, әрі ұзақ өмір сүруі, тәннің саулығын және рухани саулығын сезіну. Ал енді балалар, осы мәтін бойынша сіздерге таныс емес сөздер бар ма? Қоғам мақұлықтары да бар ма екен? Қоғам байлығы, тағы да құлшына. Ал енді сендерге таныс емес сөздер, мына жерде менде сөздіктер бар. Бір таныс сөздер болады. Бір таныс сөздер болады. Ал қане оқып өтейік. Сөздіктен жұмысшымызды жүргізіп өтейік. Қане екеуін оқып жеттер, сөздіктен жұмыстар. Біреуін оқып, біреуін оқып. Оқиды. Жетістік, достижение, нығайту, укреплять, қоғам байлығы, общественное богатство, құлшына кірісу, рвение приняться, белсенді, активный. Тағы бір рет оқып жіберейік, көне танықта, оқып қойдан екеу. Жетістік, достижение, нығайту, укреплять, қоғам байлығы, общественное богатство, құлшына кірісу, рвение приняться, белсенді, активный. Енді осы сөздермен балалар қандай сөйлем тастар едіңіз сіздер? Қане бір сөйлем тастап кетейік? Бір сөйлем. Менің спорттық жетістіктерім өте зор. Мақұл болады. Келесі топ екінші топ, қане екінші тобымыз сөйлем өтейік, қане екінші топтан бір сөйлеммен. Неге ақсыз айта бол? Ертік мақұл. Кімді айта бол? Адамдар күресте белсенді болуы керек. Мақұл керемет айта бол. Нығайтуымыз керек. Дұрыс. Айта бол. Мен өскенде жетістіктерге жетемін. Жетістіктерге жарайды, рахмет. Ал енді өзіміздің жаңағы мәтінімізге оралайық. Осы сөздер кездескен сөйлемдерді көрдіңдер ме? Бір тағы өздері көріп шығыңдар. Сонымен бір сөйлеммен айтышатын қалам ортада жүргізіп өтейік. Бір сөйлеммен мәтін бойынша не түсіндіңіздер? Не істеу керек екен? Қане? Арай, қазір мәтін не туралы екен? Мәтін не туралы? Қалам ортада? Бұл мәтін денсаулық туралы. Тағы да не айтылған? Мәтінде. Мәтінде дұрыс тамақтану және өзіне
Қайта ғой? Адамның денсаулығы қоғам байлығы. Қоғам байлығы да жарайды. Қайта ғой? Адамға денсаулық дегеннен үлкен байлық. Қайта ғой? Бұл мәтінде денсаулық туралы айтылған. Денсаулық Қайталамаймыз ба? біз дұрыс тамақтануымыз керек. Дұрыс тамақтануымыз керек. Қайта ғой? Дені сау адамның көңілі сау. Көңіл күй көтеріңкі немесе, иә? Қайта ғой? Дені саудың жаны сау. Дені саудың жаны сау. Хикмат? Жұмыс Денсаулық деген ол еңбекке белсенді болу керек. Белсенді болу. Жалпы бәлкім түсінікті ғой енді, иә? Түсінікті болса балалар, майлы. Енді сіздерге мынандай тапсырма. Тапсырма мынандай балалар. Және бізге тұрған балалар болыңдар, иә? Тапсырма. негізгі және қосымша мәліметтерді табады. Қосымша адамның денсаулығы, қоғам байлығы. Мәтіннен дерексөздерді анықтаймыз. Негізгі денің сау болу үшін дұрыс тамақтануға, демалуға, спортпен айналуға көп көңіл болу қажет.
айналысуға, дұрыс болса, айналысуға көп көңіл бөлу қажет. Бұл себебі қандай ақпарат? Негізгі. Ал қосымша ақпараттар қандай? Қосымша ақпарат адамның денсаулығы, қоғам байлығы. Қоғам байлығы, иә? Қоғам байлығын дегенде, бірақ не істеу керек екенін жазылмаған. Ал дұрыс, қане енді бағалап өтейік, кім бағалайды? Бағдаршаманы бағалап өтейік. Бірінші топта, мына топты. Мына топты, сендер қандай келді? Мына топ бағалап өтіңдер, қане? Аха, бегас, келеміз. Неге? Келеміз ба? Айталым, бегас неге? Өйткені олар топтары бірге бәрі қосылып Бұл топта бәрі нақты Бұл топ бәрі нақты айтты. Нақты айтты. Тағы да. Бұлында тағы не айтады? Олар тапсырманы дұрыс орындады. Дұрыс дегені қалай сонда? Иә? Сөздерді дұрыс жазды. Сөздерді дұрыс жазды. Енді екінші топты қане мына топ бағалайды? Ал бағалып өткен аха. Неліктен? Амалин айтады. Камилис. Тапсырманы орындады. Дұрыс дегені қалай? Мәтіннің тірек сөздерді анықтады. Дұрыс. Негізгі және қосымша ақпаратты тапты. Керемет. Дұрыс. Тапсырмаға жеттік па? Екі топы? Орындар, иә? Топ орындар. Қыдыра орындар. Рахмет па? Қыдыра орындар. Рахмет. Сіздерге. Енді? Сіздер балдар мынандай тапсырма енді. Сіздер денсаулық үшін ең бірінші жылдамдық керек, жақсы болу үшін спортпен айналысуымыз керек. Ал спорт деген жылдамдық, иә? Мынаны балдар, мындай ескеріңіз. Енді мына тапсырма. Кім жылдам деп қой? Мына берілген сөздермен сөйлем фразасын қалаулық мәні жауаптарды қолданасыздар. Берілген сөздер сілтеме, мерей, үлес, егер, сайыс. Иә? Енді мынандай балар. Бұдан бөлек тағы да бірінші болып орындаған топты анықтаймыз. Жарай ма? Ал қазір тапсырма сөйлем құрастырасыңдар. Жарай ма? Сөйлем құрастырамыз. Ескертілген назар аударыңдар балалар. Кім жылдам? Қай топ жылдам? Белгілерге достар.
Birinchi to'p bo'ldi. Ikkinchi to'p bo'ldi. Ikki to'p bekat qanday bo'ldi bolalar? Birinchi to'pni tindaymiz. Qaraymiz bolalar. O'qi, bekat. Demir ağır atletlerden kuralı. Ikkinchisi. Yeger. Men audandagi olimpiadada 2-o'rinda egalladim. Yegerim, ne? Yegerim. Yeni o'rni yegeriman. Yeni o'rni judaydi. Uchinchi terimda o'qi. Үлес. Aliz bizde olimpiadada үлес alamiz. Үлес qolsamiz, olimpiadada үлес qolsamiz. Kelesi. Olimpiadada bizning mereyimiz ko'tariladi. Ma'qul. Kelesi. Sayıs bolar. Bizde mektup sayıs bo'ladi. Sayıs bo'ladi. Endi qaniki ikkinchi to'p, to'xtatib, ikkinchi to'pni davomida undan keyin bir-birini bog'lab deb aytadi. Sport залдан Alina. спорт залдан немесе сілтеме көтерем, немесе гантер көтерем. Келесі. Келесі. Мен болашақта мектебімнің мерейін көтерем, немесе республикасының мерейін көтерем. Немесе республикасының, Қазақстан Республикасының, яқа келесі. Мен өз сыныпыма үлес қосам, немесе ауданда үлес. Мa'qul. Kelesi. Sayısta altın жүгірудегі мен егер болған, немесе басқа топ егер болады. Olmaz. Sayısta мен жеңем, немесе басқа топ жеңем. Al endi бағалап өтейік. Бағаларымыз біз бармақ арқылы. Қане, мына топты бағалап көрейік. Бармақ арқылы, бармақ арқылы, бармақ арқылы. Ашыңыздар. Қалай бағалап? Қолмен бағалап көрейік, қолмен. Мына топ қалай бағалатындар? Неге олар? Қайсы? Бектор неге? Өйткені Алина Зілтемір деген оқып жатқан кезде, ол гантель деген ол орыс тіліндегі сөз. Және Зілтемір тек қана Зілтемір деген. Тағы да, неге олар көтеріп отырса? Менің ойымша, олар топта жұмыс жасады, бір-бірін ойын жазды, бір-бірін құрметтеп, бәрін өздері жазды. Енді мына топты тыңдап көрейік, мына топты айта ғой. Мен сап тұтынам себебі, өйткені бұл топ дискрипторға қарамай, әшейін сөйлеуде қояды. Ал дискрипторда талғау мәтін жалғаулықтарды қолдану керек. Қате етімді көрген ме? Тағы да, бар ма? Бұлар жай әшейін сөйлеуде. Ал топтан тағы да сөйлейтінден бар ма? Не десін тағы да? Иә, бәріміз өйреніп айта ғой. Бұл өте жақсы жұмыс жасаған. Менің ойымша бұларға өте тапсырмамыз түсінбеді, толық орындамады, толық орындамады. Келесі мұқият болыңдар. Жарайды балалар? Келесіде мұқият боламыз деп бағаны айтып жатырмын. Енді бізде кішкене жаңа не болып айтып кетейін? Топты енді орындарын бір-екі деп бөлмей ақ қояйын енді. Екі топта орындарды сендердің жылдамдықтарың үшін беріледі, медаль. Сендерге дұрыс орындағандарың үшін медаль беріледі. Тобың алдасы беріп жүр. Алина, молодец, жарайсың. Так, енді бізде көмір жылдағы кереметке дамытап алдық. Енді балалар, менің естуім бойынша сендердің де сыныптарында керемет танып жүрген оқушылар бар екен сыныптарында, иә? Ондай бар ма? Олай болса, біз ортаға Алинаны шақырамыз. Қане, шақырайық. Алина. Ең бірінші Алина. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және оқушылар. Бүгін біздің сабағымызға болашақ спортшылар, менің сыныптастарым, достарым, Қазақстанды көрсететін балалар келіпті. Қарсы алайық. Олар Исаев Айдын және Мамдынов Рахат. Сіздерге бірнеше сұрақтарымыз бар.
2-3 сағатта. Үлгерді. Қандай жерлерге жасқа бардыңыздар? Мен Қызылорда қаласына, Алматы қаласына, Тараз қаласына, Жеңқордай қаласына бардым. Мен Тараз, Шу, Мерке. Енді біздің оқушылар сіздерге сұрақ қойсын. көрерменнен сұрақ қайталап кімге кім қояды? Сіздер өскенде кімге ұқсағыңыз келеді? Ұқсағыңыз келеді. Ұқсағыларыңыз келеді. Кімге? Маған өзімнің кумирімға ұқсағым келеді. Кім? Менің өзім Қазақстан Республикасының чемпионы Гарас Мұхтаров. Қошемет көрсетіп қояды. Кім айтып сенші? Менің кумирім Неймар да Силва Сантос Джуниор. Ол ПСЖ клубында ойнайды. Соған ұқсағың келе ма? Тағы сұрақтар? Олимпиадаға барған кезде қорқыныш болды ма? Олимпиадаға барған кезде кішкене қорқыныш болады. Сен де жайды? Иә, болады. Болады ма? Тағы сұрақ? Сіз Қазақстан еліне қандай үлес қосқыңыз келеді? Қосқыңыз